Karena begitu seperti tahun bawah. Alasan berusaha apa saya sama? Berusaha saja saja. Dan saya berusaha saja mau. Alasan sangat berusaha sama saya. Memang berusaha sama. Ada şeker, az kalınca kum. Omurtqa жотасында осы жұмыстың томыртқа бар. Dürüst, sağ kim bilir? Omurtqa жотасында 5 бел бар. İyi. Tağı kim? Hayır, şimdi diye Президент бар. Şimdi jet ne? Jet ne? Жеті мойын. Мойнымыз дұрыс, сенде бар. Адамның 200-ге жуық сүйегі бар. 200'den астам сүйегі бар. Сенде 12 жыл Akal. қабырға бар. Енді балалар қараңдар, мына бағалау парағында біреуіміз аламыз да, мына жерде не деп бердім, соға қойыңыздар, мына жерде жоламайды. Сен жаңа үй тапсырмасы. Ал енді келесі үй тапсырмасы тағы жалғастырайық. Өрмекші әдісі, оныстағы астында өрмекші бар, кім өрмекшінің торына түсіп қалды екен. Кәне, тез астын қарап шығаймыз. Атастар кетмесін. Үшкеде қойып жасатылған секретер жүреді. Аға, нені айтты? Кеуде құсын жасап тұрған сүйектерді көрсетеді, бар көрсетеміз. Ал кеудемен тұрады? Кәне көрсет. Омыртқа нешеу? Үшеу оны ма? Нешеу? Омыртқа нешеу? 33, 34. Аға, жарайды отыра ғой. Келесі екінші топқа. Бас сүйектерін алады. Бас сүйектерін ата. Бас сүйектерін ата қоямыз. Бас сүйектер біледі ме? Бас сүйек, жақ сүйек. Жақ сүйек, басқа болды да? Тағы кім? Мына жерде не бар? Алға қаратады. Қазір алға қаратады. Ал көздің тесіктері. Көз қуысы бар. Мына не? Мұрын қуысы. Мұрын қуысы бар. Мына не? Бет сүйегі ма? Бет сүйегі мынау? Түстер. Түстер ма? Не дейміз? Түстіңгі? Астың жақта не? Ал жарайды, молодец. Біз бүгін сол қалай сүйектер бір-бірімен байланысатын бүгінгі сабақта өтеді екенбіз. Ал сабақтың байланыс типтері деген, сүйектің байланысу типтері. Дәптерді ашамыз, нені жазамыз, бүгін айтып, тақырып жазамыз. Үшке бөлінеді. Қалай? Аяқ сүйектер, қол сүйектер және. Неге бөлінеді? Қозғалмайтын, жартылай қозғалатын. Қозғалатын сүйектер бар. Аяқ, қол сүйектер, білек сүйектер, саусақ сүйектер. Бізде ең жаңағы активде қозғалатын. Келесі. Қозғалмайтын сүйектері, оған бас сүйектері кіреді. Жартылай қозғалған сүйектері қабырға және нәрестенің бас сүйегі жатады. Омыртқа жатады. Не түсіндің? Қозғалатын сүйектер қол, аяқ сүйектері. Сосын? Жарты қозғалатын сүйектер нәрестенің бас сүйегі. Сосын? Қабырға, тағы? Қозғалмайтын сүйектер. Бас сүйек. Жарайды, молодец. Келесі. Burada bizde boyun sıyıklığı, boyun samaları, boyun kalı болады. Boyun sıyıklığı 3,5 мг болады. Спортпен айналысатын адамдарда 5 мг болады. Boyun sıyıklığının екі жағында шеміршек болады. Шеміршектің бір-бірімен қажамау үшін boyun sıyıklığı көмектеседі. Boyun sıyıklığı. Boyun байланы ішкі байландар мен сыртқы байландарды ұстап тұрады. Гиалинді шеміршек қабатымен жабылған буын байландары бар. Қане, гиалинді қабаты көрсек? Менің басындағы шеміршектерге, келесі. Бұл арқау буын сақалына тізіледі. Шеміршек қабығымен жабылған. Кәне көрсек буын қабы қайсы? Сыртында. Ал буын байланымы қайсы? Буын байланымы деген қайсы? Екі сүйекті байлап тұрған жер қайсы? Al, арттыра беттейсіңіз.
Бәрдерің болдыңдар ма? Иә. Ой, мен мына кешістеп қалдым. Жаңа тұра тұрмай, жарайды, артта білмеймін. Ойбай. Көрсетемін да, неше баланың бар. Сен неше баланың? Жаздың ба бәрін жаз? Балдарын жаз. Менде 3 бал. Сенде 3 бал. Сенде? Кімге 3? Сен өзіңде неше бал? 1 бал. Дастанда 1 бал. Саянда 3. Жаз баланың. Енді келесі балалар. Келесі. Кім? Жеңіл болмайсың ба? Карталардың байланысы бұл шемішек арқылы себептердің байланысы. Жасылар қолғалардың байланысы, шемішек арқылы байланысы. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі. 10 жыл жоғарғы қарулы буын арқылы байланысады. Дұрыс. Келесі. Нәрестенің бас сүйегінде без еңбегі болады. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Келесі. Аяжан. Маңдай және төбе сүйектері арасында үлкен еңбек орналасады. Дұрыс. Дұрыс. Саян оқышы келесі. Саян. Қайсында? Дұрыс емес. Маңдай және төбе сүйектері арасында үлкен. Дұрыс қой? Дұрыс. Келесі. Саян оқимыз. Жарайды. 8 я. Кім оққан жоқ? Нарима. 8. Аяқ қол бас сүйегімен омыртқа жалтасы амайқан сызық сүйек бағасы басқа сүйектердің қозғалысы байланыс арқылы беріледі. Рас па? Жоқ. Дұрыс. Бәрін біріктіріп қозғап тұр ғой. Келесі. Аттастыр. Қолқаба эпителий опасының түзілген. Дұрыс емес. Дұрыс емес? Дұрыс емес. Аяжан. Оң аяғы сүйектерге бекіті тығыз талшықты ұлба Шоғыры. бұл дұрыс. Дұрыс па? Талшықта шоғырынан тұрады. Буын байланады. Енді болды, қазір бағаларын қойып алыңдар. Келесі. Сүйектің байланысу типтері дейді. Кімдікі заброс көп тұр? Нарима? Келесі. Білсеңдер еркек болатын забросқа көп жатыр. Қозғалмайтын сүйектер. Бір сүйек пен екі сүйекті жалғастыратын аралық қалай аталады? Білсеңдер еркек болатын забросқа көп жатыр. Қозғалмайтын сүйектер.
Келесің.